Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан құнды жәдігерлерімізді, өнер туындыларын балаларға насихаттау мақсатында Зергер әке еңбекқор бала республикалық байқауының балабақша ішілік кезеңіне қатысушылар мектеп алды балдырған, ересек ботақан, ересек қошақан тобының тәрбиеленушілері. Қамшы, үзеңгі, қоржын, ер, торсық. Үзеңгі, жақсы, қоржын, торсық, жақсы. Екі тірген жоқ болса, ат басын адам бұра алмас. Екі тарту жоқ болса, ат үстінде тұра алмас. Екі үзеңгі жоқ болса, ат адам үстінде міне алмас. Біз қазір баламызбен екеуміз тоқым жасаймыз. Тоқым жасау үшін киіз, бұғары, ақ, қайшы, желімді пайдаланамыз. Енді мына қия кір. Тоқым дайындадым. Аттың әбзелі өмірділік жасаймыз. Мен бір көрсетейін, е? Тоқым, ер, ол жүген, келесі үзеңгі. Тоқым аттың арқасына батпауы үшін салынатын төсеніш. Тоқымды киізден, айналасын барқыт матадан көмкеріп, сыртын былғардан оюлар жасады. Біздің жасаған еріміз ашамай деген болады. Мына оюларын балам өзі қиып жабыстырды. Бұның басқа елдерден айырмашылығы алды, арты биік болып келеді. Ортасы тең болып келеді. Өйткені бала ыңғайлы нақ құлақ қамау үшін жасалынады. Сиырдың терісін жасаған әдемі қайыс, төсіне таққан ері бұлай қозғалып кетпес үшін. Е балам? Біз атам екеуміз өмірділік дайындадық. Ол үшін бұлғары, салпыншақ, алтын, күміс, құйма пайдаландық. Өмірділікті аттың басына кигіземіз.